Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 13-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып all there is and there are. Бұл дегеніміз не? Бұл конструкцияны біз қай кезде қолданамыз? There is and there are бір жерде бір нәрсенің бар екенін айту үшін қолданамыз. There is ол бізде singular, яғни жекеше түрі, және there are ол бізде plural, көпше түрі. There is бір жерде бір заттың немесе бір адамның бар екенін айту үшін, there are бір жерде бірнеше заттардың немесе бірнеше адамдардың бар екенін айту үшін қолданамыз. There is қолданған кезде біз міндетті түрде алдына article a немесе n жалғаймыз, жекеше түрде, ал көпше түрде біз міндетті түрде санын жазамыз, қанша екенін, 2 немесе одан да көп. Егер санын білмейтін болсақ, some немесе any қолданамыз. Some бізде тек қана болымды түрде, any болымсыз немесе сұраулы түрде. Мысал келтірейік. There is a book on the table. Үстелдің үстінде кітап бар. Бұл жерде there is жекеше түрде болып тұр. A book бір кітап, Сондықтан да there is конструкциясын қолданып тұрық. Ал егер көп кітап болса, қалай айтамыз? There are 6 books on the table. Үстелдің үстінде 6 кітап бар. Яғни 2-ден көп болып тұр, сондықтан көпше түрін қолданамыз. There are, Okay, next example. There is a cake in the fridge. Холодильниктің ішінде торт бар дейді, Енді осыны көпше түрде айтып көрейік. Торт емес, басқа нәрсе, There are some bananas in the fridge. Холодильниктің ішінде бірнеше банандар бар. Түсінікті, бұл көпше түр. Енді болымсыз түріне кетейік. Болымсыз түрінде біз is-дан кейін not жалғаймыз, яғни isn't болады, There isn't a TV in the kitchen. Кухняның ішінде телевизор жоқ. Немесе кухняда телевизор жоқ. Енді көпше түрінде мысал, There aren't any tables in the kitchen. Кухняда ешқандай орындықтар жоқ. Тағы бір мысал, There isn't a sofa in the living room. Living room деген бізде зал, Залда ешқандай диван жоқ. Тағы бір мысал, енді көпше түрге келтірейік. There aren't any shelves in the living room. Залда ешқандай полкалар жоқ. Түсінікті. Енді сұрақ қойып көрейік. Сұрақ қойған кезде бізде to be, is немесе are алдына шығып кетеді. Is there жекеше түрде, Мысал келтіреміз. Is there a mirror in the bathroom? Жуынатын бөлмеде айна бар ма деген сұрақ. Жауап беріп көрейік. Егер бар болса, yes, there is, бар. Жоқ болса, no, there isn't, жоқ дегенсіз, Көпше түрде мысал, are there any clean towels in the bathroom? Жуынатын бөлмеде таза сүлгілер бар ма? Болымды да yes, there are, немесе жоқ болса, no, there aren't. Okay. Егер осымен сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болса, қазір кішігірім практис жасап кетейік. Бірінші жаттығуда complete the sentences with there is or there are. Яғни мынау мысал сөйлемдерге there is немесе there are-ны мағынасына қарай қойып шығасыздар. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығуда rewrite the sentences in negative form. Яғни бірінші жаттығудағы сөйлемдерді болымсыз түрге айналдырып жазып шығасыздар. Және үшінші жаттығуда rewrite the sentences in question form with the answers. Жаңағы бірінші жаттығудағы сөйлемдерді сұрақ қою арқылы қайтадан жазып шығып, сол сұрақтарға жауаптарымен жазып шығасыздар. Қазір видеоны пауза қойып, осыны істеп шығыңыздар, және содан кейін бірге жауабын тексереміз. Okay, guys, егер сіздер біткен болсаңыздар, қазір жауабын тексерейік. Okay. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Бұл exercise number 1 and exercise number 2. Қазір осынан кейін үшінші жаттығудың жауаптарын көрсетемін. Үшінші жаттығудың жауабы. Okay. Сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақ бізде осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.